Өткен сабақта айтып кеткеніміздей, қандай да бір ыдыста орналасқан сұйықтыққа әсер ететін қысым сол сұйықтық бойынша біркелкі таралады. Және де бұл заңды біз Паскаль заңы деп атағанбыз. Бұл Паскаль заңы тек сыртқы қысымдар арқылы туындайды, ал бүгінгі сабақта болса сұйықтықтың ішінде туындайтын ішкі қысым жайында қарастыратын боламыз. Енді сіздер білетіндей, қандай да бір сұйықтыққа, мысалға мұхитқа сүңгитін болсаңыздар, оның астындағы қысым көбірек болады. Олай болса біз сол сұйықтықтарға байланысты жағдайды толығырақ қарастырайық. Дәлірек айтатын болсақ, қандай да бір сұйықтықтың немесе судың кез келген нүктесіндегі қысым қалай анықталынады, соны көрсетеміз. Енді біздің суретке қарайтын болсақ, бізде цилиндр тәрізді ыдыс келтірілген, және де бұның ішінде бізде сұйықтық бар. Бұл су болуы міндетті емес, бұны қандай да бір сұйықтық деп қарастырамыз. Енді біздегі осы цилиндр жер бетінде емес, жерге ұқсас басқа бір ғаламшарда орналасқан деп қарастырайық. Яғни ол ғаламшардың массасы жердікімен бірдей, бірақ ол жерде атмосфера жоқ болғандықтан біз ауаны жоқ деп қарастырамыз. Енді осы мысалда біз атмосфераны жоқ деп қарастыруымыздың себебі, егер атмосфера болмаса, онда оның тарапынан туындайтын қосымша қысым осы сұйықтыққа әсер етпейді екен. Енді осы қарастырып жатқан ғаламшарда ауа жоқ деп қарастырып жатқанымызбен, оның массасы жердің массасымен бірдей болғандықтан, оған әсер ететін тартылыс күші ол жердегімен бірдей болады. Енді осы жерде тартылыс бар деп айтып отырған себебіміз, тартылыс бар болғандықтан біздегі құйылған сұйықтық осы ыдыстың түп жағына жиналады. Ал гравитациялық тұрақтыны біз 9,8 метр секунд квадратқа тең деп қарастыра береміз. Және де көріп отырғанымыздай, осы цилиндрдің ортасында бізде қандай да бір зат бар болсын, ол мүмкін фольганың бір бөлігі болуы мүмкін. Бұл бізде осы цилиндрдің көлденең қимасының ауданын толықтай алып жатыр. Енді мен осы жағдайдағы фольганың бөлігін осы цилиндрдің ортасына қойып қойған себебім, осы жағдайдағы сұйықтықтың жоғары немесе төмен қозғалысқа келетіндігін анықтау үшін. Енді біздегі осы зат сұйықтықтың бетінен бастап есептегенде қандай да бір H тереңдікте орналасқан. Енді біздегі бұл жердегі сұйықтық тұрақты болғандықтан ол қозғалысқа келмейді. Олай болса, осы H тереңдікте орналасқан фольганың бөлігі де қозғалысқа келмейді екен. Енді қандай да бір дененің қозғалмауы үшін оған не керек, соны қарастырайық. Енді біріншіден дене қозғалмайды деп отырғанымыз оның үдеуі жоқ дегенді білдіреді. Енді бұл айтпаса да түсінікті болар, өйткені қандай да бір дене егер тыныштықта тұратын болса, оның жылдамдығы нөлге тең болады, ал нөлге тең болатын жылдамдық болса, ол тұрақты жылдамдық болып саналады. Сонымен қатар бұл дене тыныштықта болу үшін осыған әсер ететін қорытқы күштер нөлге тең болу керек. Енді осы жағдайдағы қорытқы күш нөлге тең болады деп отырғанымыз, ол осы денеге төмен қарай әсер ететін күшпенен жоғары қарай әсер ететін күш бір-біріне тең дегенді білдіреді. Енді олай болса, осы жердегі сұйықтықтың ортасында орналасқан цилиндрге, яғни фольгаға қандай күш әсер етеді екен, соны қарастырайық. Ең бірінші әсер ететіні бұл осы фольганың үстінде тұрған судың салмағы болып табылады. Яғни біздегі осы жердегі сұйықтықтың қандай да бір массасы бар болғандықтан, осы жердегі сұйықтықтың массасы еркін түсу үдеуіне көбейтіле отырып, ол төмен қарай бағытталған күшті береді екен. Олай болса, біздегі төмен қарай бағытталған күш тең болады екен. Осы жағдайдағы сұйықтықтың массасы көбейтілген еркін түсу үдеуіне. Енді осы мысалымызды әрі қарай жалғастыру үшін мен сіздерге тығыздық деп аталатын физикалық шаманы таныстырамын. Жалпы тығыздық деп отырғанымыз нақты бір көлемдегі қандай да бір заттың қаншалықты екендігін білдіреді. Дәлірек айтатын болсақ, белгілі бір көлемдегі массаның қаншалықты екендігін білдіретін физикалық шама болып табылады. Олай болса жазамыз. Жалпы тығыздық бізде бұл ρ әрпімен белгіленеді. Бұл бізде анықталынады екен массаның көлемге қатынасы арқылы. Ал енді өлшем бірліктеріне келетін болсақ, масса бұл килограммен өлшенеді, ал көлем бізде метр кубпен өлшенеді. Енді мысалға менде 1 метр куб көлемде орналасқан қорғасын бар болатын болса, ол қорғасын мысалға мақтадан тығызырақ болады. Олай болатын себебі 1 метр куб көлемде орналасқан қорғасын дәл сондай көлемдегі мақтадан ауыр болып келеді. Ал енді бізде жалпы келесідей бір көп таралған сұрақ бар. 1 килограмм темір ауыр ма, әлде 1 килограмм мақта ауыр ма деп сұрап жатады.
бірақ екеуінің де салмағы, яғни массасы 1 килограмм болғандықтан, бұл екеуі бір-біріне тең болады. Бұл жерде бізде маңыздысы ол көлемге байланысты болып тұр. Олай болатын себебі 1 метр кубта орналасқан темірдің массасы ол 1 метр куб көлемдегі мақтаға қарағанда әлдеқайда үлкен. Енді біз осы жердегі тығыздық ұғымымен танысып алғаннан кейін өзіміздің мысалымызға қайтып оралсақ болады. Енді айтып кеткеніміздей, бұл жерде төмен қарай және де жоғары қарай әсер ететін бұл екі күштер бір-біріне тең. Енді осы жердегі төмен қарай әсер ететін күш бұл сұйықтық массасы мен еркін түсу үдеуінің көбейтіндісі арқылы анықталатын болса, онда осы жердегі сұйықтықтың массасын қалай анықтаймыз? Соны қарастырайық. Енді массаны анықтау үшін біз төмендегі тығыздық формуласына жүгінеміз. Осы формуладан біз массаны табар болсақ, яғни масса сұйықтық табар болсақ, ол бізде тығыздық көбейтілген көлем болады. Олай болса, осы жердегі масса сұйықтықтың орнына біз ро көбейтілген в-ны қойып жазамыз. Яғни біздегі төмен қарай әсер ететін күш тең болады екен тығыздық көбейтілген көлем көбейтілген еркін түсу үдеуі. Және де бұл жердегі тығыздық бұл сұйықтықтың тығыздығы, көлем бұл сұйықтықтың көлемі болып табылады. Енді әрі қарай біз осы жердегі сұйықтықтың көлемін қалай табамыз? Соны да қарастырып өтейік. Енді біздегі денеміз бұл цилиндр тәрізді болып тұрғандықтан, осы жердегі цилиндрдің көлемін анықтау арқылы осы сұйықтықтың көлемін таба аламыз. Ал цилиндрдің көлемі бізде анықталынады. Осы жердегі табанының ауданы, яғни мен бұл ауданды мен S деп белгілейін. Және де осы аудан көбейтілген биіктік. Ал биіктік біздің жағдайымызда H-қа тең. Осыларды біле отырып, біз төменге қарай әсер ететін күшті жаза аламыз. Ро сұйықтық көбейтілген. Енді көлемді біз биіктік көбейтілген аудан арқылы жазамыз. Және де көбейтілген еркін түсу үдеуі бар. Енді бұл деп отырғанымыз осы жағдайдағы сұйықтықтың тығыздығын, оның биіктігін және де көлденең қимасының ауданын білу арқылы біз төменге қарай әсер ететін күшті таба аламыз дегенді білдіреді. Енді біз сабағымыздың басына оралатын болсақ, біз айтқан едік, егер де сіздер қандай да бір сұйықтық немесе мұхит түбіне сүңгитін болсаңыздар, сол жағдайдағы әсер ететін қысым қаншалықты болады? Соны қарастырайық. Енді әрі қарай біз осы жердегі аймаққа, яғни осы фольгаға қандай мөлшердегі қысым әсер етеді? Соны тауып көрейік. Ал жалпы қысым деп отырғанымыз бұл формуласы бойынша осы аймаққа түсірілетін күштің сол аймақтың ауданына қатынасы арқылы анықталынады. Олай болса, біз осы бетке түсірілетін қысымды анықтап көрейік. Яғни жазамыз. Енді қысым формуласына сәйкес, қысым бұл айтып кеткеніміздей түсірілген күштің ауданға қатынасы арқылы анықталынады. Әрі қарай жалғастырып жазатын болсақ, түсірілген күш бізде ро көбейтілген H көбейтілген аудан көбейтілген G-ға тең еді. Және де біздегі бөлінген тағы да S бар. Осы жерден 2S-тің бір-бірімен қысқарып кететіндігін байқап отырмыз. Енді осы жерде қысымды біз төменге қарай әсер ететін қысым екендігін көрсетер болсақ, біздегі төменге қарай әсер ететін қысым тең болады екен ро H G-ға. Енді айтып кеткеніміздей, біздің денеміз бұл тыныштықта тұратындықтан, осы төменге қарай әсер ететін қысым менен жоғары қарай әсер ететін қысым бұл екеуі де бір-біріне тең болады. Енді осы жердегі қарама-қарсы әсер ететін екі қысымның бір-біріне тең болуының тағы да бір себебі осы жағдайдағы фольгаға әсер ететін қарама-қарсы бағыттағы екі күште бір-біріне тең деп қарастырған едік. Ал егер де бізде төменге қарай әсер ететін күш жоғары қарай әсер ететін күшке қарағанда көбірек болатын болса, онда біздегі фольга тыныштық қалпында тұрмайтын еді. Ол төмен қарай үдеу арқылы қозғалыс жасай бастаған болар еді. Енді біз келесідей бір мысалды қарастырайық. Бізде тығыздығы 1000 килограмм бөлінген метр куб болатын су бар болсын.
Енді осы мен қарастырып жатқан мысал бұл жер ғаламшарында емес, басқа ғаламшарда деп есептейік. Олай болса, ол жерде ауа жоқ болғандықтан мен су астына 10 метр тереңдікке дейін сүңгідім деп қарастырайық. Енді осы жағдайдағы, яғни мен 10 метр тереңдікке сүңгіген кездегі маған әсер ететін қысымды есептеп көрейік. Қысым бізде анықталынады ρh формуласымен. Олай болса, бірінші біз тығыздықты жазамыз, ол бізде 1000-ға тең. Ал биіктік бізде айтып кеткенімдей ол 10-ға тең болады. Ал еркін түсудегі бізде 9,8-ге тең. Енді есептер болсақ, біздегі қысым бұл шығады екен 98.000 паскальға тең болып. Енді біздегі бұл сан көп болып көрінгенімен, шын мәнінде бұл үлкен қысымға жатпайды. Бұл шамамен бізде бір атмосфералық қысымға жақын болып тұр. Яғни біздегі бұл қысым шамамен Францияның теңіз деңгейіндегі қысыммен шамалас деп айтуға болады.